күтпеген жағдай орын алды. Ашуға булыққан аппақ бота қызымыз Шерхан мен Айгүл жайлы күтпеген мәлімдеме жасады. Ақбота Инстаграм әлеуметтік желідегі ресми парақшасында Шерхан жайлы айтып тастады. Тіпті мұндайда Балауса ханым мен Бұтиябай мырза да күтпеді. Шерхан Қосылайыққа барыпты, көрдіңіз ба? Ойыңызды айта кетіңіз деген көрермендер мен қолдаушы апалардың сұрағына аппақ бота қызымыз сторис арқылы жазба жариялады. Ақбота, сұрақтардың 88% осы. Естідім, көрдім. Айтарым, мен ол адамның дәрежесіне түспеймін, деп жазды Ақбота. Ақбота сонымен қатар көрермендердің көкейінде жүрген сұрақтарға жауап берді. Ұлы жігермен Европаға баруды армандап жүргенін жеткізді. Естеріңізге сала кетейік, Ботамен екі жаққа ажырасып кеткен Шерхан Қосылайық жобасына Айгүл есімді қатысушы қызға үміткер ретінде барған болатын. Желідегі жұртпен көрермендер қолдаушы апалар жарыса жазды. Шерхан қателік жасады. Алдында Зарина мен жақсы ара қатынаста жүргенде Ақбота қатысушы болып келіп арасына түсті. Сол кезде Шерхан Заринаны қалдырып Ботаға кетіп қалды. Шерхан сүйген шығар, ал Бота тұрмысқа шыға салды. Өзіңді ақтау үшін Ботаны қарақып көрсетпе. Бала туып бергеніңе рахмет деп алдында жақсы сөйлеп отырып, не қуып кеттің бүгін? Еркекті сыйламайды анау деп мынау деп. Не міңгірлеп отырсың сен? Депрессияда болдым деп өзің бөлек қуып жүрсің. Ақботада депрессия болмады дейсің, ол сені ойлап басын неге қатыру керек? Депрессияға түсіп кетсе баласын кім жетілдіретін еді? Осы да еркектің әңгімесі ма? Деп жазды көрермендер. Сонымен қатар Шерханда әлеуметтік желідегі парақшасында Ақбота жайлы сторис жариялады. Сіздер күткен жоқсыздар білем. Бірақ осы уақытқа дейін ойланған. Көрген түйгенім жетеді. Енді ақырын алға әрекет, қозғалыс керек. Өмір жалғасады деп жазды Шерхан. Еске салайық, ажырасқан Шерхан мен Бота арасындағы дау ушығып тұр.